Баяғыда бір мүгедек қайыршы жігіт болыпты. Оң қолы иығынан жоқ екен. Сырт киімінің жеңі сол қалпында боп тұрады екен. Бір күні ол бір үйдің есігін қағыпты. Үй ішіне шыққан әйел оған: "Маған көмектесіп, анау кірпіштерді үй артына жинасып жіберсеңіз" депті. Бұл сөзге намыстанып қалған қайыршы: "Менің қолым жоқ екенін көрмей тұрсыз ба? Ақша бергіңіз келмесе мейлі, тек қорламаңыз" бұлай дейді. Әйел үндеместен бір қолын артына ұстап, тек жалғыз қолымен ғана кірпіштерді тасыпты. Мұны көрген қайыршы әлденені түсінгендей ақырын кірпіш тасуға кірісіп кетіпті. Ол барлық кірпішті тасып біткенде қас қарайып өне бойын қара тер басқан еді. Әйел оның қолына 5.000 теңге қағаз ақша ұстатыпты. Басын иіп рахмет айтқан қайыршыға: "Не үшін рахмет айтасыз? Бұл сіздің еңбегіңіздің қарымтасы емес пе?" депті әйел. Арада біраз жылдар өткен соң әлгі үйдің есігінің алдына қымбат бағалы әйгілі автокөлік келіп тоқтайды. Ішінен қара көзілдірік киген салауатты да салмақты еңгезердей жігіт түсіп келе жатты. Оның оң қолы иығынан жоқ еді. Ол баяғысындай әдеппен есік қақты. Үй ішінен шыққан әйел оны бірден тани қоймады. "Мен сізге тұңғыш рет жалданып жұмыс істеген мүгедек қайыршымын. Сіз болмағанда мен бұл күнге жетпесем. Сізді отбасыңызбен қалаға көшіріп әкетуге келдім. Әуелі үйді алып қойдым" дейді жігіт. Кішіпейілділікпен бұл ұсыныстан бас тартқан әйел сонда ол үйде екі қолы да жоқ жандарға тарту еткенім болсын депті. Бұл шағын әңгіме тағдырды өзгерту өз қолыңызда екенін білдіреді. Бәріміздің де қол аяғымыз бүтін, басымыз аман. Тек талпыныс пен сенім тек қана жеңіске жетелейді. Әйгілі миллиардер Билл Гейтс: "Өмірде бақытсыздықтан ешқайда қашып құтылмайсың. Бірақ бір білерім, ол ерте ме, кеш пе өтеді де кетеді. Уақыт сол күндерден қалған жараны өз емдейді. Сол үшін де бұл қиындық емес. Мен сөзсіз жеңе аламын" деген сөзді үнемі қайталап тұр. Және ешқашан өкінбес үшін орныңнан тұр да істеуге тиісті ісіңе дәл қазір кіріс дейді. Өз өміріңде жасаған әрбір талғам тағдырымызға адам өлшерлеп жете алмастай әсер етуі мүмкін. Ертеңгі бақытың дәл қазіргі шешіміңнен басталуы мүмкін.